Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен сүзбелі бәліштің рецептімен бөлісетін боламын. Өте дәмді шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жаза отырыңыздар. Өте күшті шығады. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Қажетті ингредиенттерді мен описанияға жазып қалдыратын боламын. Сармайымызды алдын миксерлейміз. Содан соң шекерімізді салып, қайтадан миксерлейтін боламыз. Жақсылап миксерлейтін боламыз. Содан соң жұмыртқамызды салатын боламыз. Тағы да жақсылап миксерлейтін боламыз. Ұнымызды аз-аздан електен өткізіп салып, жұмсақ қамыр илейміз. Енді формамызды 24 сантиметрге келтіріп, қамырымызды тегістеп жайып алатын боламыз. Менде форма 24, сіздер 26-лық форма пайдалансаңыздар да болады. Шеттерін көтеріп, тегіс қылып жайып шығатын боламыз. Өйткені салмамызды салғанда ағып кетпеу үшін. Осылайынан тегістеп болдық. Енді холодильникқа 2 сағатқа салып аламыз. Енді начинкамызды дайындайтын боламыз. Сүзбемізге жұмыртқа және қаймақ, шекерімізді қосып, блендердің көмегімен езіп аламыз. Өйткені әдемі болып шығады, біркелкі болып блендермен езіп алсаңыздар, өте жақсы шығады. Шанышқының көмегімен езсеңіздер де болады. Осылайынан вилкамен астын тесіп аламыз. Енді сүзбемізді саламыз. Бетін біркелкі етіп жайып аламыз. Салмамызды тегіс қып жайып болған соң, қамырымыздың шетін вилкамен тегістеп аламыз. Және мен әсемдік үшін шиенің вареньесін қостым. Сіздер қоспасаңыздар да болады. Қарақат, малина қоссаңыздар да болады. Менде ондай жоқ болған соң қоспадым. 80 градуста қызып тұрған пеште пісіріп алатын боламыз. Біздің сүзбелі бәлішіміз дайын. Енді суығанын күтіп, суыған соң босатып аламыз және тәрелкемізге жайғастырамыз. Толық суыған соң барып кесіңіздер, міндетті түрде, сонда әдемі шығады. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жаза отырыңыздар. Өте дәмді шығады, маған қатты ұнады. Жасап көріңіздер. Сіздермен болған Мөлдір.